мен жаңа күрделі бастадым ғой. Менің жаңа күрделіге не қылдыңыз? Енді оңай. Оны былай, Столбиков, Столбиков жазды. Шеше неше кезесіңді кеше? Жазыңыз. Шеше неше кезесіңді кеше? Тез жазамыз. Столбикпен жазамыз өстіп. Тағы бір рет айтамын, шеше неше кезесіңді кеше? Сіз жаздыңыз ба? Столбикпен жаз деп тұрмын. Аға, жүре жазыңыз. Столбикпен жаз дегенді құлақтарын оқпай тұр. Жүректі айтты, жүрек осылай. Маған лишь бы не надо, столбик, осылай. Вот, молодец, кім? Алия. Шеше, неше кезесіңді кеше? Ал, дұрыс жазу үшін сізге не көмектесті, Алия? Мен тек шеше неше кезесіңді кеше дедім ғой. Алия оны естіді де тез ғана сұрау сөйлемге айналдырып алды. Да, сосын барып дұрыс жазғансыз деген. Аға, сіз қалай қабылдаймыз? Жоқ, бірақ сіз бәрі білмейсіз, подсознательная операция. Подсознательный. Кім дұрыс жазар? Яғни психолингвистиканың мәселесі интонация. Ана латын графикасын үйретіп жатқанда, сіз егер интонацияны дұрыс қойсаңыз, онда ол қалайда әріптерді дұрыс жазады. Себебі дұрыс сөз ана жерге дұрыс қонады. Педагогикада қандай проблема бар? Проблема постановки вопроса деген. Дұрыс қойылған сұрақ, адамның миына жіберген сұрақ, ол адамда бұлай көп жұмыс істейді да, бір күні ұйықтап жатқанда, бір жерде өзінен өзі шешілген инсайт, озарение. А в самом деле олай емес. Сұрақ қылып, мен сіз мысалы бірінші проблемасы бар, сізде не арманда жүрсіз? Мысалы, машина. Менде неге Lexus жоқ? Сол сұрақ. Егер сіз сол сөзді, әзірге былай деп айтады ғой, осторожно надо мечтать. Они мечты имеют привычку сбываться деген сияқты. Ол неғып деген сөз. Сіз егер өзіңізге сұрақты дұрыс қойсаңыз, ми өзінен өзі жұмыс істеп, ақшаны да шетінен жинай бастайды, бәрін жасай бастайды. Оқушыға сұрақты дұрыс қойсаңыз, интонация бәрін. Ол оқушы ол сұрақты өмір бойы есіне сақтайды. Егер оқушыны, студентті жақсылап интонациясымен сөксеңіз, ол өмір бойы есіне сақтап кетеді. Сіз ұмытып кетуіңіз мүмкін, бірақ дәл сол кезде бүкіл интонациясын дұрыс сақтағандықтан ол миына отпечаток қалады. Сондықтан жаңа жерде шеше неше кезесіңді кеше дегенде мен кішкене көтеріп тұрмын ғой, да? Сіздер егер іштеріне қабылдап, интонациясын сұрауы сөйлем қылып алсаңдар, сен неше деген сөз тұр. Онда ми өзі қалған жасайды. Главное правильное восприятие.